Баршаңызға сәлем. Осы тамақтың атауын білсеңіздер, комментарийға жазып өтсеңіздер. Жылқы етін жуып тазалап, бірнеше бөліктерге бөліп, майдалап тураймыз. Пиязымызды ортасынан бөліп, майдалап тураймыз. Сәбізімізді де ортасынан бөліп тураймыз. Картошкаларды да дәл солай тураймыз. Қазанға майымызды құйып, майымызды қыздырып, етіміз қызарғанша қуырып аламыз. Үстінен пиязымызды салып қуырып аламыз. Жақсылап қуырылған пиязымыздың үстіне сәбізімізді салып араластырамыз. Қызанағымызды бірнеше бөлікке бөліп, қосып, бір қасық томат пастасын салып араластырамыз. Сарымсақтарымызды дөңгелекше етіп турап, араластырамыз. Еті пісіп шамалы бұқтырылғаннан кейін суымызды құямыз. Баяу отта қайнатамыз. Жылы суымызға тұзымызды қосып араластырамыз. Жұмыртқаны қосып араластырамыз. Ұнымызды ұн електен өткізіп, бірнеше бөлікке бөліп, қатты қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Демалдыруға 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. Қамырымызды жаюға кірісеміз.
Қамырымыз дайын болды. Осы орайда жуысайымызды жуып тазалап, майдалап тураймыз. Жайылған қамырымыздың бетіне сұйық майымызды құйып, біркелкі етіп жағып шығамыз. Жуысайымызды салып, біркелкі етіп жаямыз. Қамырымыздың осылай орап шығамыз. Сіздер кішкентай етіп жайсаңыздар, бір-ақ рет орасаңыздар болады. Немесе мен сияқты осылай қамырды екі шетінен орап, ортасынан кесеміз. Пышақпен 5 см көлемінде бөліп шығамыз. Қайнаған подливімізге дәмдеуіштерімізді, тұзымызды саламыз. Дәміне қарай араластырамыз. Картошкамызды саламыз. Осы подливтің бетіне жаңағы қамырларымызды біркелкі ретімен орналастырып шығамыз. Бетін осылай қасықтыпен майлап жібересіздер. Қамырлар бір-біріне жабыспас үшін. Қамырларымызды орналастырып болғаннан кейін баяу отта 30-35 минут пісіріп аламыз. Осымен тамағымыз дайын болды. Ыдысымызға қамырын шет-шетіне саламыз.
подливын ортасына саламыз. Дәм беру үшін сорпасын себелеп шығасыздар. Бетін қалауларыңызша укроппен немесе пиязбен әсемдесеңіздер болады. Осымен тамағымыз дайын болды. Бұл тамақтың атауын білмейді екенмін. Жолдасым қамыр қуырдақ деп ат қойды. Сіздер қандай атау бересіздер? Лайк басып, қолдап кетіңіздер. Ас болсын.